табиғат құбылыстары сабақтың тақырыбы зат есім балалар. Оқу мақсаты оқыған мәтіннің тақырыбы мен мазмұнын өзара сәйкестігін және ондағы негізгі ойды анықтау. Мәтіндегі негізгі және туынды зат есімдерді табу. Бүгінгі біздің бөліміміздің тақырыбы табиғат құбылыстары болғандықтан мен сендерді топқа бөлемін. Қазір жылдың қай мезгілі? Қыста балалар білесіңдер, қыс мезгілінде табиғат құбылыстары қандай болады? Ең бірінші не жауады бізде? Қар жауады. Бірінші топты мен қар деп бөлемін. Екінші топты не болады? Боран соғады. Боранның тобы деп бөлемін. Ал үшінші не болады бізде қыста? Аяз болады. Қыс аязы ең қызықты, аяз деп бөлемін. Ал енді балалар барлығымыз келеміз. Мына жерде суреттер жатыр. Сол суреттер бойынша аяз, боран, қар бойынша бөлінеміз. Бәріміз аламыз. Сөйтіп әркім кімде менің суреті бар, сол топқа отырамыз балалар. Қардың суреті барлар қардың тобына отырдық. Боранның суреті барлар боранның, аяздың суреті барлар аяздың тобына отырдық. Жалпылама біз зат есімдерді өткенбіз. Зат есімнің ішінде жалпы және жалқы есім. Мен сендерден үй тапсырмасы ретінде балалар зат есімнің ережесін, сұрақтарын, мысалдарын сұраймын. Бірінші топтан, екінші топтан жалқы есімнің ережесін, сұрақтарын, мысалдарымен. Үшінші топтан жалпы есімнің ережесін, сұрақтарын, мысалдарымен сұраймын. Ал бірінші топ зат есім дегеніміз не екен? Кім айтады? Есім туралы айта қойшы, ережесін. Заттың атын білдіретін сөз табын зат есім деп атаймыз. Сұрақтары кім, кімдер, нелер деген сұрақтарға жауап береді. Екінші топтан жалқы есім туралы кім айтады балалар? Жалқы есім дегеніміз не? Кім айтады? Назым айтам дейді, тақ кім айтады? Жангер айта қойшы. Кісінің аты жөнін, жер су аттарын, жан-жануарға арналған аттарды үлкен әріппен жазылады. Бұны жалпы есім деп атайды. Ал енді жалпы есімді кім айтады? Үшінші қатардан Айзере айта ғой. Жалпы есім адам аттарынан бөлек зат есімдерді құрайды. Олар кіші әріппен жазылады. Бүгін енді тағы да зат есім, оның ішінде балалар негізгі және туынды зат есім туралы өтеміз. Зат есім балалар негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Негізгі түбірден болған зат есімді негізгі зат есім дейді. Мысал үшін ана, бала, кесте, көз. Ал енді туынды зат есімде бір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған зат есімді туынды зат есім дейміз. Оған мысал келтіретін болса іскер, суретші, оқулық. Ал енді балалар, біз қазір сендермен осы туынды негізгі зат есімді табу барысында мәтінмен жұмыс жасаймыз. Кітабымызды ашамыз. 13-ші бет балалар, бізге тапсырма берілген. Мәтінді оқы. Ұзақ деген мәтін тұр. Осы мәтінді мен балалар 3-ке бөліп беремін. 3 топ оқимыз, тыңдап отырамыз. Бірінші топ бастайды. Бірінші топтан Нұрай оқи ғой. Бірде орман ағаштарын ауруға шалдықтыратын жебір құртпен күрес жүргізетін арнайы бригада шақырылады. Онда келген бригаданың адамдары орманда қаптап, ұшып қонып жүрген ұзақтан басқа бірде-бір жұлдыз құртты көре алмай қайран қалады. Сөйтсе ұзақ келіп жұлдыз құрттарды тазартып қойған екен. Ары қарай екінші абзацты Жангер бастар. Ұзақ мешкеге құс олып таятау үшін толып жатқан зиянды жәндіктер қажет. Ал балапандарды пайда болған кезде бұрынғыдан да көп жұмыс істеуіне тура келеді. Ұзақ әдетте топтасып ағаш басына ұя салады. Зиянкес жәндіктерді жойып табиғатқа қыруар пайда келтіреді. Қатарда 3-ші абзацтан бастап Анар оқи ғой. Рас, ұсақтардың кейде жаңа көктен келе жатқан бидай, жүгері, күнбағыс өскендерін жұлып жейтіні бар. Мұндайда оларды өлтірмейді. Егістікке күзетші қойып қуалап жіберу қажет. Себебі ұзақтың зиянның пайдасы көп. Зияннан пайдасы көп дейді балалар. Ал енді балалар, мәтінді түсіндік па?
Өзіміз де көз жүгіртіп оқыдық қой, иә балалар, иә? Енді осы мәтін бойынша балалар топтық жұмыс ұйымдастырамыз. Бірінші топ, мәтін бойынша балалар бір-біріне сұрақ қоясыңдар. Мәтін бойынша бір-біріне сұрақ қоясыңдар. Топпен орындаймыз. 3 сұрақ болу керек кемінде. Екінші топ, мәтіне туралы, мәтіннің мазмұны мен тақырыбын бір-біріне сәйкес келе ме, ойыңды дәлелдеп айтасыңдар. Үшінші топ, мәтіннен зат есімдерді табасыңдар, оның негізгі және туынды екенін айтасыңдар. Мына жерге жазасыңдар, негізгі зат есім не ха? Туынды зат есімді. Ал балалар, бастадық. Топтың ережесін сақтаймыз, алтын ережені. Бітті. Бірінші топтан бастайық онда, үш топта бітсе. Бірінші топ кел шық. Берген тапсырма мәтіннің мазмұны бойынша бір-бірімізге сұрақ қою. Бірінші сұрақ, ұзақтың пайдасы бар ма? Ұзақ қандай құс? Ұзақ ұясын қайда салады? Жарайсыңдар балалар. Балалар, дұрыс қой бұлардың сұрақтары, келісесіңдер ма? Ал енді балалар жарайсыңдар. Екінші топ келеміз. Екінші топқа берілген тапсырма. Мәтін не туралы? Мәтіннің мазмұны мен тақырыбы бір-біріне сай келе ме? Ойында дәлелдеп айт. Мәтіндегі негізгі ойды анықта, Мәтін ұзақ туралы. Тақырыптары мазмұндарына сай келеді. Ұзақтың пайдасы ол ағаштағы жәндіктерді жейді. Және ұзақ мешке құс. Мәтіннің негізгі ойы не екен бізде балалар? Ұзақтың пайдасы екен. Жарайсыңдар, жақсы. Ал отырыңдар. Кел, үшінші топқа қандай тапсырма беріліп еді? Бізге мәтіннен зат есімдерді тауып, негізгі немесе туынды екенін айттық. Бізде негізгі зат есім ол орман, бригада, ұя, ұзақ, бидай, жүгері, күнбағыс. Ал туынды зат есімдер күзетші. Жақсы балалар. Ал балалар осылар дұрыс тапқан ба үшінші топ? Туынды зат есім тағы біреу қалып кеткен балалар. Қандай зат есім? Қараңдар кітаптар. Біреу қалып кеткен. Күзетші және не болу керек еді балалар? Зиянкес деген болу керек еді. Отырыңдар балалар. Ал енді мен осы топтарға баға беретін болсам балалар, бірінші топқа өте жақсы, екінші топқа өте жақсы, үшінші топқа балалар жақсы деген медаль беремін. Себебі сендерде бір туынды зат есім не істеді? Қалып кетті балалар. 23-ші жаттығу кітаптағы жаңылтпашты жадқа жаз дейді. Бірінші жаңылтпашты жаттап аламыз тез-тез, одан кейін оны жадқа жазамыз. Кәні бәріміз кеттік. Шын еңбекші, өрмекші, өрмекші, шын өрнекші. Екінші қатардан кім айтады? Жәңгер айтам дейді, айта ғой Жәңгер. Шын еңбекші, өрмекші, өрмекші, шын өрнекші. Жарайсыздар, үшінші қатардан кім айтады? Аман айта қойшы. Шын еңбекші, өрмекші, өрмекші, шын еңбекші. Ал енді балалар жадқа жеке жұмыс, дәптерімізді ашамыз, осын жаңылтпашты жадқа жазамыз. Жазып болғаннан кейін балалар туынды зат есімдерді тауып, сөз құрамына талдаймыз балалар. Туынды зат есімдерді тауып, сөз құрамына талдаймыз. Сендер сөз құрамына талдауды білесіңдер. Сөздің несін табамыз? Және жұрнағын табамыз, оқушылар 23-ші жаттығуды бітсек, бұл жерде жаңылтпашты жадқа жазу керек етін, жадқа жаздыңдар. Дәптерге енді осы дәптерде туынды зат есімдерді тауып, сөз құрамына талдау керек еді. Дескрипторы жаңылтпашты жадқа жазады 1 балл, туынды зат есімді сөз құрамына талдайды 1 балл, сауатты көркем жазады 1 балл.
Қанекей көрейік, кім осылай жазды екен? Төртінші жаттығу, жұптық жұмыс. Bu yerде сендерге балалар негізгі зат есімдер берілген. Сол негізгі зат есімдерге сендер ш, ш жұрнақтарын жалғау арқылы туынды зат есімдер жасайсыңдар. Жұптық жұмыс болған кейін балалар білесіңдер, екеуден жұптық жұмыс жасаймыз. Тез қаны. Сен бір өзің істейді. Ал, кет балалар, жұптық жұмыс болса, енді дескриптор бойынша тексерейік. Мен Аяру мен Нұрайдың жұбыныкін тексердім деп тұрып, негізгі зат есімді туынды зат есімдерге айналдырыпты. Жарайсыңдар балалар. Ал енді сөздерге сұрақ қойып, мағынасын ажырата аламыз ба? Кәні сөздерге сұрақ қояқшы, тұр Аяру. Жылқы шын кім? Бұл басында жылқы дегеніміз не деген сұраққа жауап беріп тұрған. Енді ш жұрнағын? Ш жұрнағы жалғанған соң ол адамға айналып кетті. Кім деген сұраққа жауап береді. Сиқыр шын, ол да дәл солай. Басында ол да не деген сұраққа жауап беретін. Қазір ш жұрнағы жалғанып, кім деген сұраққа жауап береді. Яғни сиқыр жасайтын адам болып кетті. Енді бишін айта ғой. Енді бишін, ол басында не деген сұраққа жауап беретін. Қазір ш жұрнағы жалғанып, биші деген адамға айналды. Яғни ол кім екен? Би билейтін адам. Ал жарайсыңдар балалар, барлықтарың жұптық жұмысты жақсы орындарыңдар. Барлықтарыңа өте жақсы деген медаль беремін. Енді сабағымызды қорытындылаймыз. Сабағымызды сәйкестендіру әдіс арқылы өтеміз. Сендерге балалар ерде зат есімдер берілген. Сол зат есімдерді балалар сендер негізгісін негізгіге, туындысын туындыға әкеп қоясыңдар. Кәне бастаймыз. Кел, Аяру. Болды. Кім кел? Еркежан кел. Бәрін ертіп қатсасыңдар. Суретшіні алса енді. Әкеле бір. Енді бағалау парағы арқылы топбасшылар өздерінің тобын бағалап шықсын кәнекей. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сабаққа қатысқандарыңа барлықтарыңа көп рахмет. Үйге тапсырма 25-ші жаттығу 15-ші беттегі қоян туралы білетін мәліметтеріңді кестеге толтырып, осы тірек сөздермен мәтін құрастырып келесіңдер балалар. Қандай мәтін шықты, соны жазып келесіңдер. Және ережені жаттап келесіңдер. Негізгі және туынды зат есім.